Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгінгі әңгімемді айтып кететін кезім келіп отыр. Бұл көп сұрақ қойылады. Немен дәлелдейсіз? Сізді етіңіз ешқандай уколсыз, дәрісіз дегенге немен дәлелдей аласыз? Және оның айырмашылығы не? Дәмі қандай болады деген жайлы. Енді біріншіден айтайық. Мендегі қазіргі атқорымда да тұр, атқорымдарым бар, өздеріңіз білесіздер, жылқы тұратын бөлек, сиыр тұратын бөлек, қой бөлек. Бірақ қазіргі сойып жатқаның бәрі көбінесе сиыр еті ол жайылымнан келген, семіріп, өз табиғи семірген, кәдімгі жайылып, олардың еті сарқыштау болады, майы сарқыштау болады, бірақ өте дәмді болады. Дегенмен жайылып семірген малдың дәмі ерекше болады. Енді стаяқ деп айтамыз ғой, атқорымда тұрған да оның еті дәмді болады, бірақ та бұл жерде укол жайлы әңгіме кетеді. Укол, бұл укол ма, таблетка ма, шын керек мен өз басым білмеймін, бірақ та бірнеше жерден жүрген жерден ет асылып, тамақ тартылып атады, үлкен ас болып атады. Сол кезде базардан алып келген еттің, енді өзім куәсі болдым. Өзім етке жақын болғаннан кейін қазанның басына да бардым, екесінен де сұрадым, қай жерден алып едіңдер, неге менен алмадыңдар, неге хабарласпадыңдар дегенде болып. Сол кезде мен сіздерге айта кетейін, еттің дәмі болмайды, мүлдем. Сондай кездесті, еттің дәмі болмайды, еттің майы да бір еріп кете ме, сорпасынан шығып кете ме, жоқ болып кетеді. Сорпасынан иіс шығады, бір түрлі басқа иіс шығады, көпіреді. Үнен кейін жеген кезде мынау бір пластмасс па, бір нәрсе секілді, жаңағыда шайнай бересің, бірақ жұтуға келмейді да. Міне осындай биылдың өзінде 2-3 рет сондайға кездесуге мәжбүр болдық. Енді бізге келетін болсақ, біз оны қай кезде сатады? Оны жаңағы саттың болды, ешқандай ответственность жоқ, ешқандай былай айтқан кезде қадағалау жоқ, ұялмайтын адамдардың тірлігі. Біріншіден, ондай жасап отқан кісілердің Алла тағала жазасын береді деп ойлаймын. Дегенмен ол бір адамға ғана емес, етті жеген адамның оның ұрпақтарын өлтіріп отыр. Мен сіздерге айтайын. Ол өте үлкен, өте қиын күнә деп есептеймін мен. Дегенмен ұрпақтың адамның иммунитетін өлтіретін нәрсе, ол өте қиын нәрсе. Біз секілді прямой, тікелей алатын ет жейтін адамға, үйіне алып отқан адамдарға біз секілді сатып отқан кісілер, олар ондайға ешқашан бармайды. Себебі бізге клиент керек. Менен алған етіңіз қатты болып, дәмсіз болып, енді ана дәрінің бір иісі шығып, бір түрлі болып тұрса, менен кім ет алады? Менің көршілерім өзі жерге алып, жерге салмай ма? Солай емес пе? Сондықтан да ондай мәселені біз қатты қадағалаймыз. Мен өз басым болса да базардан, мал базардың өзінің ет деймін, тірідей алмауға тырсам, дегенмен мен алсам, оптам жаңағы жайылымнан, жайылып жатқан жерінен, сол жерден алам да, оны кейін қараймын. Сөйтіп бағып, өсіріп, семіртіп, үнен кейін сатам. Мен жаңағы бір алып сатар емес, мен өз малымды сатам, өз малымды соямын. Сондықтан да көп кісілерге айтар кететін нәрсем, менің етімді 100 емес 1000% кепілдікпен мен сата аламын. Ешқандай дәрі, ешқандай жаңағы ГМО бәлесі жоқ деп. Сондықтан да ондайдан абай болыңыздар. Ондай көбінесе оптам жағдай сойып, батырлап базарға жаңағы тушалайды, бұт-бұтмен бәрін кеп ойбай төгет кәдімгі. Олар енді қайдан келгенді де білмейді, әйтеуір ет болды, келді, бағасының үстінен ақшасын қосты, пайдасын сөйтті де сатты. Ертесі күн ол сатып тұрған адамды да былай қарасаң кінәсі жоқ, ол білмейді. Ол қайдан келді, ол қалай семірді, немен семірді.
әйтеуір қайдан дейді, ойбай қордай дейді, қайдан дейді, Шымкент дейді, содан келді деп ұра береді. Ол жақтан келіп тұр ма, ол мына жақын жерден келіп тұр ма, бір құдай біледі. Дегенмен осыдан біз мына ет жағында, атқорым жағында жүретін жігіттер бірнеше бірімізді танимыз. Жайлап сыбыс шығып жатыр. Осы уже мына Ұзынағаш, осы Алматының төңірегіне де жағы дәріні қолданатын кісілер пайда болып та 1,5 айдың ішінде жағыдай арық малды кәдімгідей сеп-семіз қылып жібереді екен. Не деген? Ол енді Құдай сақтасын. Сондайдан байқаңыздар, бауырлар, ағайындар. Ол тек өзіңізге ғана зиян емес, ол ертеңгі күні сіздің қаныңызға сіңіп, ол жаңағы дәрі сіздің ұрпақ бермеуіңізге де, бере алмай қалуларыңызға да мүмкіндік береді. Немесе ертеңгі күні бала шағаңызға зиян тиеді. Бұл кәдімгі химиялық зат қой бұл. Өзі ойлап қараңыздар, 1,5 айдың ішінде қалай малды соншама семіріп жіберуге болады. Ол ана жерде химияның көкесі бар. Сондықтан да осыны көріп отырған ағайындар араларымызда жаңағы осы дәріні қолданатын адамдар болса, естеріңізді жинаңыздар. Қазақ халқын құртуға жол бермеңіздер. Ондай дүниені ләж болса куәгер болып қалсаңызды елге хабар беріңіз, ел жұртқа хабар беріңіз. Оны кесіп тастау керек. Ол дегеніміз геноцидпен бірдей. Сондықтан да ағайын, таза өнім, таза ет алыңыздар. Жаңағы мынау дәріленген, әртүрлі бірнәрсе қосылған жаңағы химиялық нәрсеге жоламай, таза өніммен қолданайық. Міне бізде, құдай білесіздер, етіміз де бар, биентте сауып жатырмыз, саумалымыз, қымызымыз өзіміздікі, қой өзіміздікі, жылқы өзіміздікі, бәрін соның бәрін қарап отырмыз. Өзіміз соны осымен жұмыс істеп отырмыз. Сондықтан да барлықтарыңызға тілейтінім, үйлеріңізден ет үзілмесін ағайын. Қазағым аман болып мәңгі болсын.